Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, қатпарлы болып шығатын қаттаманың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі таза ыдысымызға су құйып, үстінен 1 шай қасық тұз салып, 1 жұмыртқа салып, жақсылап 1 келкі болғанша, тұзы ерігенше шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қасықтың көмегімен араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. 1-2 қайтарғаннан соң жып-жылтыр қамыр пайда болады. Енді бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Оны 2 бөлікке бөліп, дөңгелетіп дайындап қоямыз. Құрамын толық описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Енді қамырымыздың бір бөлігін алып, ұн себе отырып, жайып аламыз. Ең әуелі қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Сонан соң оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Осы арада сары майымызды ерітіп, дайындап қоямыз. Сары майдың майлығы 60%-дан төмен болмау қажет. Қамырымызды жайып, үстіне ертілген сары майымызды жақсылап 1 келкі болғанша барлық жеріне бірдей тегіс етіп жағып аламыз да, шамалы уақыт қатқанын күтетін боламыз. Сол арада екінші қамырымызды жайып дайындаймыз. Міне біз сары майды жағып болдық. Енді үстіне екінші жайылған қамырымызды жайғастырамыз. Сонан соң оның да үстіне ерітілген сары майымызды бір тегіс етіп жағып аламыз. Сары майымыз қатқан соң тура видеодағыдай етіп, жолақ тәріздес етіп кесіп аламыз. Және әрбір орамды осылай видеодағыдай орап аламыз. Бұл біздің қаттамамыздың қатпарлы болуына септігін тигізеді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Барлық орамдарды осылай орап дайындап аламыз. Менде осы құраммен 6 дана қаттама шықты. Енді қаттамаларымыздың барлығын пакетке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң қаттамаларымызды алып, оқтаудың көмегімен жайып, пісіретін боламыз. Табамызға 3 ас қасықтай май құйып, қаттамамызды салып, бетін жауып, 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Майы азайып кетсе, май құя отырып, барлық қаттамаларды пісіріп аламыз. Келесі бетіне аударып, осылай барлығын пісіріп аласыздар.
осымен біздің қаттамамыз дайын болды. Ол өте дәмді, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!